Көздің айналасындағы әжімді оңай әрі тез кетіретін әдіс. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Көздің айналасына жас ұлғаюына байланысты кей жағдайда мимикалық қимылдардың әсерінен пайда болатын әжімдерді уақыт оздырмай жоюға тырысу керек. Әжім неғұрлым терең болған сайын, оның кетуі де қиын болады. Сондықтан көздің айналасындағы әжімдерге жасалу жолы қарапайым мына маска өте жақсы көмек көрсетеді. Ол үшін бізге бар болғаны табиғи таза бал мен майсана майы қажет. Екеуінен теңдей мөлшерде алып, кішігірім ыдысқа араластырамыз. Болды, маска дайын. Осы масканы көздің айналасына жағып, 20 минут ұстаймыз. Уақыт өткен соң, масканы жылы сумен жуып, соңынан арнайы көз айналасына арналған крем жағыңыз. Бұл масканы аптасына 2 рет жасаңыз. Сонда нәтижесі де тезірек байқалады. Егер әжімдеріңіз тым терең болса, дәл осы маскаға дәріханаларда сатылатын дәруменнің 1-2 тамшысын қосып жіберсеңіз болады. Егер масканы көп жасап қойсаңыз, қалғанын төгіп тастауға асықпаңыз. Беті мықтап жабылған ыдыста 2 апта бойына тоңазытқышта сақтауға болады. Құрметті көрермендер, видеомызды соңына дейін көріп жүргендеріңізге алғыс білдіреміз. Денсаулығыңыз мықты болсын.